Армысыз, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің шығарылым ғасырлар бойы аты өшпеген ғұлама ғалымдардың ең жақсы афоризмдерін қамтиды. Топтамамызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ляо Цзи. Адам баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істер де дәл солай кішігірім істен бастау алады. Аяқтан сүрінген тұрып кетер, тілінен сүрінген құрып кетер. Наполеон Бонапарт. Бір адамның кім екенін білгің келсе, қолына билік бер. Ақылды үйренуді, ақымақ үйретуді сүйер. Төле Би. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға шыныңды айтпа, түбіңе жетер. Авиценна. Егерде бүгін өте көп тамақ жеп қойсаңыз, ертеңіне аш жүріңіз. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, грек жаңғағын балға араластырып жей беріңіз. Түрік даналығы. Жұмысты жалқауға тапсыр, сонда өзіңе үйретеді. Ашумен істеген іс шығынға душар етеді. Өзгеге я дер алдында өзіңе жоқ демейтініңе сенімді бол. Ашулы кезіңде шешім шығарма. Дейл Карнеги. Әрқашан адал, шыншыл болыңыз. Сонда өзгелер алдында құрметті боласыз. Есіңізде болсын, сізге берілген уақыт шексіз емес, сондықтан оны ақылмен пайдаланыңыз. Қандайда бір жетістікке жеткіңіз келсе, дәл бүгінгі күннен бастаңыз. Мәселені шешудің ең оңтайлы жолы оған басқа қырынан қарау. Шыда деп айту оңай. Өмір бір-ақ рет беріледі, бірақ бізге берілетін мүмкіндіктер шексіз. Жамандықты бәрі байқайды, ал жақсылықты санаулылар ғана. Жолыңыз бір болмаса, жоспар жасаспаңыз. Норман Казинс. Егер сіз өміріңізді өзгертетін сол бір жалғыз адамды іздесеңіз, онда айнаға қараңыз. Жүсіп Баласағұн. Балдың да уы бар. Рақат іздесең, бейнетінен қорықпа. Қуаныш іздесең, қайғысынан қашпа. Ақыл мен білім төбеңді көкке жеткізеді. Уильям Шекспир. Жетістікке жетудің 3 құпиясы. Басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс істеу, басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Өзімшілдік орасан зор кемшілік. Боранды күні берілген уәде, тынық күні ұмыт болады. Альберт Эйнштейн. Адам естіп білгенмен ғана қалыптаспайды. 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек оны өзіңіз де түсінбегеніңіз. Құтып. Қайғалының көзінше қарқылдап күлме. Қанша асықсаң да мезгілі жетпей, іс бітпес. Ақырын жүрген алысқа барар. Ғашық кісіде шыдам болмайды. Шыдамы болса, ғашық та болмайды. Дүние кейде бал сыйлайды, кейде ара боп шығады. Су өзінің өрт сөндіре алатынын білмейді. Дүние тауқыметінен 2 адам құтылар. Біреуі әлі тумаған адам, екіншісі өлген адам. Сократ. Кім қаласа жол іздейді, қаламаса себеп іздейді. Ештеңеге қарамай үйлен. Жақсы әйел жолықса бақытты боласың, жаман әйел жолықса философ боласың. Бұқар жырау. Жаманмен жолдас болсаң, көрінгенге күл кетер. Жақсымен жолдас болсаң, айырылмасқа серт етер. Сыпайы сырын білдірмес. Жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да, тартпай қоймас негізге. Құм жиналып, тас болмас. Құл жиналып, бас болмас. Еркіндігің болмаса, азат бастан не пайда? Махмұд Қашғари. Ақылмен арыстан ұстауға болады. Ақылсыз тышқан да торыңа түспес.
Жасауы мол келіннің күйеуі жуас келеді. От түтінсіз болмас, жігіт мінсіз болмас. Атасынан ақыл алса, тентек ұл да түзелер. Еріншекке есікте асу көрінер, жалқауға бұлт та жүк көрінер. Жасында тырысқанның қартайғанда қуанышы көп болар. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі. Ол өссе, ата тыныс алады. Ашу қысса, ақылың ғайып болар. Ақымақ адамның мынадай екі белгісі бар. Өзіне пайдасы жоқ нәрсені сөз ету, өзі білмейтін нәрсеге мұрнын тығу. Осымен біздің топтама аяғына жетті. Видео сізге ұнап пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларды өткізіп алмау үшін біздің каналымызға тіркеліп, қоңыраушаға басып қойыңыз.